Салам қыздар, бүгін сіздермен оладья жасайтын боламыз. Менің есімім Дана Мырзакулова, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатса, міндетті түрде құрбыларыңызға, әпкелеріңізге WhatsApp желісі арқылы переслать етіп жіберуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше кірісейік. Оладьяға бізге не қажет? Тұз қажет, сода, кефир, 2 жұмыртқа, шекер және де ұн қажет. Сонымен бастаймыз. Ең бірінші 2 жұмыртқа, оған кішкене тұз қосамыз. Барлығын қосып араластырамыз. Тұз қосамыз. Және де оған 3 столовый ложка шекер қосамыз. 1, 2, 3. Және де кефирді грамм өлшегішпен өлшеп аламыз. Кефир. Граммдардың барлығын сіздерге жазып өтетін боламын. Сондықтан уайымдамаңыздар ол жағын. Кефирден соң кішкене сода қосам. Тым көп қосып жүрмеңіздер. Одан кейін ұнды қосам. Барлығын бірге араластырамыз. Барлығын енді жақсылап араластырамыз. Оладьямыз дайын болды. Енді біз қазір майға қуыратын боламыз. Сковородка. Дайын құрамымызды сковородкаға май құйып, мұны қуырып аламыз. Бір қасықтан осылай тестамызды саламын. Және екі жағын аунатамын. Міне, сәл 1 минуттай болды. Енді осылай аунатып жатырмын. Көрдіңіздер ғой. Қыздар, міне біздің оладьямыз дайын болып шықты. Қараңыздар. Ортасы шикі, онда еш нәрсе емес. Барлық жері піскен, әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұны таңғы асқа, шаймен ішкенге жақсы кетеді. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Каналға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға жүздескенше.